Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Гамарджоба! Сәлем! Бүгін біздер Грузия еліндеміз, яғни Кутайси қаласындамыз достар. Жап-жаңа аэропорттан түсіп тұрмыз, енді қазір такси күтеміз. И біздер Батумиға жолға шығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Лайктарыңды басыңдар, осындай влогты әр елден күтетін болсаңдар, каналға тіркеліңдер. Міне достар, Батуми қаласындамыз. Батумидің бір шеті сияқты бұл. Бүгін погода әдемі болып тұр екен. Таксиден түстік. Қазір біз мына жерде ақшамызды айырбастап аламыз, долларды. Ал достар, біздер міне аман сау Батуми қаласына жеттік. Қазір біз қонақ үйге кіретін боламыз. Қараңыздар, қандай үлкен ғимараттар. Қазір сіздерге енді рум-тур көрсетейін. Кеттік ал. Мынандай бір қонақ үй, осындай бір номер. 5 жұлдызды қонақ үй достар. Бұл 79 мың теңгеге алдық. Осы қонақ үйді 2 адамға. Мына жерде енді мини бар. Андай сулар, анау-мынау. Мына жерде мини бар екен. Қараңыздар. Мыналар енді кейбір қонақ үйлерде тегін ғой. Мысалы, мына жерде платный екен, себебі мына жерде бағасын жазып қойыпты достар. Так, содан кейін мына жерде бізде санузел, туалет, ванна деген сияқты, душевой екен мына жерде. Вот осындай. 79 мың теңгеге 3 күнге достар стоит па? Комментарияға жазыңыздар. Мына жерде мынандай спальня. Мен не үшін бердім 79 мыңды? Себебі мен мына жер үшін достар, қараңдаршы. Давайте лайк басыңдаршы. Қара. Ой. Қара, так, мынаны бұлай сұрамызда. Мынау бұлай ашылады екен. Ал, қалай достар? Найзағай ма? Қалай родной мынау? Сұмдық па? Ғарышкер ма? Қараңдаршы. Достар, әдемі ма? Мынау 40-шы этаждағы көрініс достар. Міне, осындай вид үшін осы 79 мың теңгені 3 күнге төлеуге тура келді. Мына жерде міне мынау қара теңіз достар. Мына Каспий емес, қара теңіз. Стамбулға кетіп жатқан теңіз ғой. Короче, мына қараңдар, басың айналады ғой мына жерден деген. Ой, пырмай. Ар жақта тау достар. Мынаның ар жағы тау, тұманданып тұр, көрдіңіздер ме? Қазір мен сіздерге бұлай жақындатып көрсетейін. Мына қараңдар, міне. Вот. Біздер тағы да далаға шықтық, яғни қарнымыз ашты. Ақтаудан Кутайсиге 2 сағат ұштық, яғни 1,5 сағаттай болды. Содан кейін тағы таксидің өзі шаршатып жіберді, қарнымыз кәдімгідей ашып кетті. Қонақ үйден шығып, қазір қонақ үйдің қасында жақын кафелерге баратын боламыз. Сол жерден енді ұлттық тамақтарын жейміз. Сіздер тек лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Еще қалың киімдерімізді киіп алдық, мынандай жел өткізбейтін дайындалып келдік қой достар, салқындыға. Ал міне келдік грузинский кухняға. Біздің қонақ үйіміз міне ағаштың ар жағында. Мына күш толып тұр ғой, парк деген бар ғой. Жаңбыр жауып болып, кәдімгідей тап-таза ауа, тып-тыныш, жел жоқ, көрдіңіздер ме? Қазір енді мына зданияға кіретін боламыз. Осы жерден қазір ұлттық тамақтарын жеп көреміз. Есіктерінің өзін қараңдаршы. Тақ деп ұратын ғой, деген типа қара. Ұрып ойып тастаған ғой мына жерде. Көрдіңдер ме? Тамақ келді. Мынау сиырдың еті. Мынандай фольгаға бұқтырып пісіреді екен. Ал мынау нұрайдың еті. Қараңыздар, картошка ма мынау? Рыбы ма? Саңырауқұлақпен достар. Және де мына компот па, білмеймін. Вишнеден жасалған достар, дәмі деген енді бөлек қой мынаның. Біздер тамақ жеп болдық. Аллаға шүкір, қарнымыз тойды. Қараңдар, шықсақ жаңбыр жауып тұр. Бұл Батумиде, яғни Грузияда жалпы жаңбыр көп жауатын жер екен. Көп жауады. Сол үшін мынандай шөптер барлығы табиғаты жап-жасыл екен. Бір қара жер көрмедік қой, Маңғыстаудағыдай бір қара жер жоқ қой. Самолетпен қонып келатқанның өзінде бір қара жер жоқ, бәрі жап-жасыл осындай. Мына жерде светофор бар, өтуге болады ғой. Көбіне бұл жерде де пешеходта да тоқтамайды екен машиналар. Сигнал беріп
бірақ адамнан бар ғой, көшеде машина көп. Білмеймін ол қалай екенін. Мынандай парковкілерде машиналар толып тұр, қараңдаршы. Арғы жақта да сондай пробка. Машиналар қойып кете береді бұлар. Қара, мына жерде де келе жатыр. Мына тонировка жапсырылған базарға. Міне достар, кешкі Батуми қаласы. Мына жермен адамдар жүруге болады екен, бұлай жасап қойған биік қылып. Біздер қазір магазин қарап, сосын түнгі Батумиді бір көрейік деп айналып қаланы жаяу шыққан едік. Жаңбыр жауып кеткен. Қараңдаршы, асфальттар, тротуарлар жылтырап жатыр. Таза ауа, салқын емес. Күшті болып тұр достар, жаяу жүріші деп тұр ғой, жаңбырдың иісімен. Мынандай қаланы қараңдаршы. Біз енді Дубайды көрген жоқпыз ғой, бұйырса оны да Алла қаласа көрерміз. Бірақ мынауда бір Дубай ұқсап бара жатырған сияқты Батумиді көрдіңіздер ма? Кешкі молға келдік. Мына жерде енді тамақ анау-мынау заттар алып жүрміз қазір номерге. Шай мен ішетін мынандай заттар. Осындайлар қарап жүрміз. Достар, міне Батумиде, яғни Грузияда ең мықты лимонадтар ғой мынау деген. Натақтари ма? Бізде натақтари деп аталады ғой. Міне мына жер жазылып тұр натақтари деп. Бұл енді чисті натақтари. Мынаны ішіп, біздікімен ішіп салыстырып көріңіздер. Мынау бөлек, мынау оригинал ғой мынау. Нағыз оригинал сусын. Дәмі де бөлек мынаны деген. Ана Грузияда машина тасып жүрген папаларың әкелген шығар осыны. Бұл Батумидің түнгі көрінісі. Қараңыздар, қандай әдемі. Мына жерде бар ғой, салынбай тұрған, бітпей тұрған здания көп екен. Ұзын-ұзын. Бір бұйырса бір 10 жылда мына қала өзгеріп кетейін тұр ғой. Қара. 40-шы этаждан қандай түнгі көрініс. Мынау еще қара, бір тұманданып тұр, жаңбыр жауып тұр. Қазір андай майда-майда жаңбырлар. Еще андай күшті болып тұр да, бір погода андай. Қара теңізден бу келіп тұрма, қара, мына жерлер көрінбей тұр. Тұманданып тұр еще. Қайырлы таң достар. Гамарк жоба. Көз есіп жатыр. Таңғы 8 бұл жақта. Қазір завтрак ішетін боламыз. Движение басталып кеткен. Кішкене жел бар сияқты, еще салқын. Бүгін соңғы жаңбыр күні. Ертең күн ашылады деп тұр еді. Ал саған керек болса, мынау қазақтардың таңғасы. Әдеттегідей алдымызда толтырып алдық. Мынау 2 адамға көп емес па Нұрай? Мына жерде де бар ғой еще. Қалай ойлайсың? Бола ма? Болады. Басқа ешкім жоқ екен достар. Өзіміз жейтін шығармыз мына жерде, бізден басқа адам жоқ. Әлі тұрмады ма ұйқысынан? Біз ғой таң атпай жалмаңдап тұрып алып енді міне завтрак ішейін деп жатыр. Ал ас болсын бізге. Мына бәрін тауысып тұру керек қой енді. Біздер міне Қара теңіздің жағасындамыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі төбеде бұлттар тауға төменге түсіп тұр ғой. Мына қазір жақындатып көрейін. Ой, күшті болып тұр. Қараңыздар, ғажап. Мынау деген көзбен басқаша, камерамен басқаша шығар. Енді айып етпеңіздер, камерам ары қарай жақындай алмайды. Осылай қарасаңыздар болады. Біздер қазір міне Али мен Нино деген ескерткіштің қасында тұрмыз. Енді бойлары бір кішігірім 3-4 метр екен. Көрдіңіздер ғой, осы жерде орналасқан. Бұл екеуі 10 минуттың ішінде бір-біріне қосылады, ажырап кетеді, айналып тұр ғой, короче. Енді бұның тарихын айтып берейін мен сіздерге. Али бар ғой, Әзербайжанның мұсылман патшасының ұлы болған кезінде, ал Нино грузиялық христиан патшайымның қызы болған. Сосын екеуі бір-біріне қатты ғашық болған, бірақ өкінішке орай қосыла алмаған. Себебі енді христиан мен мұсылман қосылуға болмайды деген шығар енді бір кезінде. Сосын Әлиді бар ғой, тапсырыспен бір өлтірткен. Содан кейін мұны естіген Нино осы Қара теңіз бар ғой, жаңа көрсеткен, сол Қара теңіздің ішіне өзі қайықпен барып табылмай қалған ғой, жоғалып кеткен. Осылай, сосын 2010 жылы грузиндік Тамара мен Пата деген есімді сәулетшілер осы ескерткішті орнатқан екен. Міне осыдан кейін осы Грузияның әдемі бір жеріне айналған. Көрдіңіздер ғой, бүткіл туристер осы жерге келеді. Екеуі қосылайын деп жатыр, бірақ қосыла алмайды. Тағдыры екі бөлек та, көрдіңіздер ғой. Жақын тұрғанмен бәрібір қосылмайды деген осы міне. Екеуі қосылады. Осылай міне бір-біріне кіреді. И содан кейін екеуі бір-біріне шығып кетеді бұлай. Қосыла алмайды да. Тағдырлары қиын достар.
қиын болған. Біздің Қозы Көрпеш Баян Сұлу сияқты ғой, Қыз Жібек пен Төлеген сияқты. Көрдіңіздер ғой, бізде де аңыз тарихтар көп қой, солардың барлығын осылай ескерткіш қылып, қазақи өрнекте шығарып, осылай қылып теңіздің жағасына қойса Ақтауға. Әдемі болмай ма? Ол да бір көрнекті болмай ма? Адамдар, туристер келеді, тарихтарын бүйтіп жазып қойсаң мынандай. Мына жерге мына жерде де оқиық, дәл сондай шығар менің айтқанымдай. Қараңыздар, осылай туризмді дамыту керек қой біздің елде де. Көріп отқандар болса міне. Мына жерде ағылшынша и орысша жазыпты әне. 2010 жыл екен. Шынымен Тамара мен Пата деген есімді әне, көрдіңіздер ғой? Осылар орнатқан екен. Молодец. Біздің де осылай қосылмай кеткен ғашықтарымызды орнатса, еліміз дами берсе осылай, туристер келіп күшті ғой. Енді қонақ үйге қарай алыс болғасын, жаяу жүруге еріндік. Сол үшін андай арендаға велик алып алдық. Мына күшті екен. Бұлай мынандай теңіздің жағасымен, мына біреушкімен мынандай погодада қараңдаршы. Қандай керемет, ағаштармен өйстіп. Әдемі екен мынау деген енді. Арендаға алып алдық. Бұлай минутына кетеді. Ақшасы бірақ есептемедік әлі қанша кететін. Жүріп келе жатырмыз енді, қараңдаршы. Қандай керемет мынандай ағаштармен. Табиғат деген алдымыздан нұрайтын, алда кетіп бара жатыр. Мен видео түсіремін, анау дегенше озып кетіпті ол. Қазір жетіп аламыз. Достар, біздер Батумидің ең әйгілі ботаникалық сағына келіп тұрмыз. Сондай үлкен екен. Бізге осындай карта берді. Бағасы қанша болды? Короче, екі адамға 7500 теңге төледік, достар. Мынау енді үлкен гектарды алып жатыр деді. Мына қараңдар, мына қазір мен сіздерге картаны көрсетейін. Мына картада, короче, любой зат бар деп тұр ғой, мынаның ішін аралайсың деді ғой. Мына үлкен бірталай жерді алып жатыр екен. Ал кеттік ал. Кино сияқты, достар, қараңдаршы, мынаның арасына кіруге де болады ғой, де. Шатқалдар ғой, мынау деген. Қараңдаршы, түрлі-түрлі ағаштарды, түрлі-түрлі өсімдік гүлдерді көресің деді ғой ішінде. Енді міне кіріп келе жатырмыз. Қазір әдемі жерлерін түсіретін болам. Мә, ауасын айтсайшы, жаңбыр жауып тұрғандай, жаңбыр жауып, шөптер жуылып, таза ауа, орманның иісі шығып тұр ғой. Бұлай көтеріліп келе жатып, мынандай бір үйді көріп қалдық. Заборы қамыстан жасалған. Осы үйге енді кіріп көрейін деп отырмыз. Балшық екен мына жер. Бисмилля. Hello? Everybody? Michael? You here? Michael? Өйс киноларда сондай ғой. Ұшша сондай үй сияқты екен, достар, қараңдар, орманның ішінде. Прикиньте, үй. Заброшенный үй. Michael? Come on! Ойбай. Крига. Тұршеш, Нұрай? А? Хоррор ойнап сағасын ба, қорқпайсың да, Заброшка болсын, маброшка болсын. Зомбиктер қойып кеткен. Үшін адамдардың дауысы шығады. Мына жер мынандай. Қорқытпай ақ қойын, Нұрай. Ондайға қорқпаймын ғой. Michael? Come on! You here? Дейма, ағылшынша қалай бірдеңе деп айтып атады ғой өздерінше. Смело лайк басыңдар, қараңдаршы, қандай жап-жасыл. Мына үйде тұра бергің келеді сияқты ғой. Мынаны қара, ну орман. Арғы жақтары шегі көрінбейді ғой, қарашы. Жап-жасыл, эффектсіз жап-жасыл болып тұр ғой. Біздің Маңғыстауда осылай кішкене жасарып жатыр. Тек мына жаңбыр керек та, жаңбыр. Жаңбыр жауса, мына жерде тоқтамайды ғой жаңбыр. Қара, тағы да жауып тұр кішкене. Сол үшін бұл жер жап-жасыл. Мына ағаштың жалпақтығын қараңдар, достар. Тамыры енді тереңге кетіп жатыр ғой. Тарихи ағаш сияқты. Так, бұл Австралияның ағашы екен. Камерама сыймай тұр ғой мынау деген. Мынау примерно бар ғой, бұлай айналдырғанда. Мынаны қара, қолымды қара. Қолмен есептегенде, бұлай есептегенде, мынаны қара. Мынау екеуі мына жер келіп тұр. Мына жалпақтығы примерно 3 метрге жақындай ма, 2,5 метр бар ау деймін. Сұмдығы. Мына көзбен көру керек бұнан.
Мынаны қара, мынандай гүлі бар ағашты бірінші рет көріп тұрмын. Біздің Маңғыстауда кездеспейді ғой бұндайлар. А бұл жақта ағаш. Қараңдар. Кәдімгі ағаш гүлдері төменге шашылып жатыр. Бұл қай жақтікі? Жапоника дейді ғой. Япония достар, қараңдар. Міне. Жапонияның ағаштары екен. Әдем. Міне иісті қара. Гүлдің иісі таза ауа. Мынандай ағаштар егіп қою керек екен достар. Біздің климатқа өспейтін шығар бірақ. Масқараны қара. Мына сөзбен, көзбен көрсету мүмкін емес қой. Иісі барып жатыр ма сіздерге? Енді барып жатқандай сезініңіздер. Достар, мына жерді қараңдар. Қандай әдемі. Сұлулық қой мынау деген. Мынаны қараңдар. Әдемі болып тұр. Жап-жасыл орманмен теңіз бірге үйлесімін тауып тұр ғой. Және де мына жерде мынандай зырғанауға болады. Зиплайн деп аталады екен. Осы зиплайнмен зырғанау 13.000 бірдеңе теңге. Короче, енді бізде Нұрай зырғанады. Қазір видеосын көрсетейін. Қараңдар. Мен қорықтым достар. Мына жерде үзіліп кетуі мүмкін. Сол үшін салмақта кішкене баршылық қой енді. Бізде Нұрай мына қара былай зырғанаған ғой. Әдемі де. Мына қараңдар. Мына екі жіппен тұрады ғой, тағдырың деген құрсын. Қиын. Мына қара қалай зырғанап кетті. Зар жоқ. Осы жерде міне зырғанат достар, көрдіңдер ғой. Мына тұрыс ар жақта мінесіңдер, бері қарай келесіңдер ғой. Мына қара. Әдемі мынау. Ботаникалық сад өте бізге ұнады достар. Күшті екен. Мына ауасы жаңбырдан кейін еще күшті толып тұрғандай. Енді біздер кетейік. Мына үйімізге барайық. Қайырлы кеш достар. Біздер міне үлкен Гранд Молл деген, яғни торговый центрге келдік. Қараңдаршы. Олардың өздері әдемі ғой. Міне торговый центр. Ішінде бренд киімдер бар екен. Қазір ішіне кіріп көретін боламыз. Әдеттегідей есіктің алдарында барлығында иттер жатады. Түркияда мысықтар жатса, бұл жақта иттер. Ал осылай мына жерден кіреміз. Үлгерейік. Мынада енді брендтің барлығы бар деді ғой. Кішігірім сияқты ғой да? Гранд Молл деген осы өзінің молы. Батумидің. Қараңдар. Төбесі мынандай екен. Бұл жерде міне мынандай брендтер бар, көрдіңіздер ғой. Барлығы. Осылардың кроссовкілері міне 10-20%-дан скидкамен болып жатыр. Ал бұл жерде тағы да бренд Tommy. Tommyдің брендтері 299. Так, потолоктары. Қай жерде потологы мынау қымбат сияқты что-то. 279 екен бұда. 349, 379 дейді. Мыналар ларимен достар есептегенде. Мысалы мына потолог сияқты 350. 350 есептеп көр. Tommyдің аяқ киімдер 65.000 баршылық екен. Мынандай брендтер ғой, білесіздер, футболкілерде болады ғой, логотиптер. Міне 65.000 теңге екен барлық. Көбінің бағасын бір қойып саған. Adidas енді білетін шығарсыздар. Мынандай да Adidas бар екен, қараңдар. Мынаның өзі 229 дейді. Мына скидкіде болып тұр екен. Мына 299. Мынаны қара. Есептеп көрші, Нұрай. 379 есептеп көрші. 379 лари. Мынаны қараңдар. 71 мыңға мынаны аласың ба? Езіліп жатыр ғой, мүжіліп. Қытайдан келген ұқсап тұр ғой. Бая біздің 500 теңгеге алатын кедылар сияқты екен, түрін қара. Кедиларымыз бар еді, біздің кімнің есінде доп деп етін алашаң қылып. Мектепке де осыны киеміз, универсал еді. Ал біз қайттық. Ішіне алатын ештеңеміз жоқ. Барлығы қымбат екені белгілі ғой. Бірақ осындай әдемі мол екен. Үшін бір аралауға тұратындай. Қайырлы таң достар. Біздер тағы да велик алып алдық. Міне, завтрагымызды іштік. Енді біздер қазір самолет қонатын аэропортқа бара жатырмыз. Осы Батумидің бір мына жағында екен. Қазір осыны велик арқылы барып, сол жерде ұшқан, қонған самолеттерді көретін боламыз. Сағат әлі 9 болған жоқ. Қазір 9-да 2-3 рейс бар екен, 9-дан кете. Вот солардың қонғанын көретін боламыз көзімізбен. Арманым еді самолеттің қонғанын жақыннан көру. Қазір соны бұйырса
орындайтын боламыз. Ал күтіңіздер. Біздер міне Батумидің аэропортына келіп тұрмыз. Қазір мына жерге самолеттер келіп қонады. Ар жақтағы тауларды қараңдар достар. Тұманданып, бұлттанып тұр ғой, төбесін қарап, бұлт кәдімгідей. Әдемі де, Талғар болып тұр ғой достар. Талғарда тұратындар бар ма? Алматы болып тұр ғой. Дауысын қара. Құлақты теседі ғой, дәл төбемде қара. Ал. Базар жоқ. Қараң қонайын деп жатыр. Мына қара. Жел болып кетті ғой жердегі кәм. Әдемі. Достар, міне біздер қазір тур алдық. Яғни Грузияның Батуми қаласының әдемі жерлерін көретін боламыз. Мынандай бір водопад. Қазір біздер әлі бара жатырмыз. Яғни біз тур алдық. Міне Роман деген жігіт, ал мына машинамен біздер қазір аралайтын боламыз. Мынау қара теңіз. Мына қараңдар, қандай әдемі. Таудан ағып жатыр ғой. Кеттік ал. Манағы водопадтан үлкен екен. Қараңдар, қандай керемет. Бұлай төменге дейін кетіп отыр ғой. Әдемі. Сөз жоқ қой. Бірақ айтатын. Дауысының өзі күшті ғой. Қандай әдемі жерге келдік. Мына ар жағы Турция, ал бергі жағы Грузия екен. Қараңдар, Турцияның таулары и Грузияның таулары екеуі бір-біріне жақын қосылып отыр ғой. Ортада шекара бар екен ана жерде. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі табиғат. Біздер тағы бір локацияға келдік. Мынандай керемет жер. Қарғыны күшті мына жердің судың. Мынандай мост бар екен, тастан жасалған ба? Қандай мост мынау? Мынандай құлап кетпей ме? Үстіне өтейін тұрмал. Бисмилля. Бисмилля, қараңдар. Ойбай. Құлап кетсем ал. Абайлайық. Страшно екен қараңдар. Базар жоқ, табиғатты қараңдар. Әдемі, қарашы, мост. Андай құлап кететін мост сияқты. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Қарашы, тастардан тұрғызып қойған мост қой. Типа бүйтіп қалай берген. Ал достар, мынаны қараңдар. Мынау үшінші сарқырама көріп тұрғанымыз өте үлкен. Мынада су шашырап жатыр ғой бетіме деген. Дауысын қараңдаршы. Мына жерде су болып шығасың ғой. Мына қараңдар. Ой. Біздер мынандай табиғатта қазір обед ішейін деп тұрмыз. Қараңдаршы, қандай керемет таулар. Осындай жерде кухня бар екен, грузинский міне. Осы жерге алып келе жатыр бізді. Қазір хинкали дей ма, хачапури дей ма, солардың бәрін дәмін татып көретін боламыз достар. Ал, қараңдаршы, қандай керемет таулардың арасында кухня осындай. Ну, хачапури, енді хачапури жеп көрейік. Бисмилля. Қараңыздаршы, қандай сочный ноды. Қарам, бисмилля. Класс. Вкусно. Мына хинкалиді жеудің өзінің тәртібі бар екен. Тағы да алып келіп жатыр. Қараңыздар. Өте дәмді өзінің ұлттық тамағы. Мына жер былай төңкересіңдер. Манты сияқты өзі. Осылай істейсің, ә? Сосын ішесің. Ішінде сорпасын ішесің де. Сұмды ғой. Мынандай тамақтар, жаңағы хачапури. Да, манты похож, но немного острый.
тамағымызды жеп болдық. Мынандай керемет жерден қазір енді квадроцикл айдайын деп тұрмыз. Жүргіземіз, яғни мына таулардың арасына жүріп, кішкене бой жазып келетін бір тур бар екен. Соған мінеміз қазір. Қараңыздаршы, қандай төбесінде бұлттар қыдырып жүр ғой таудың төбесінде, қараңыздаршы. Міне біздің квадроцикл, баги, түрлі заттар бар мына жерде, міне. Вот. Біз қазір осы қызылды жүргізейін тұрмыз. Былай қарай кетеміз. Мына таудың арасын көрдіңдер ғой. Осы екі таудың арасымен қазір жүретін боламыз. Вау, қандай әдемі. Қараңдар, квадроциклмен кино болып тұр ғой, кино. Тағы да бір водопадқа алып келе жатыр бізді. Қараңыздар. Мына жерде судың дауысы шығып жатыр. Осылай демалу керек екен ғой, демалғасын. Мына жердің балшығын басат болды. Тастарды қара. Мына жақтан тағы да түссең болады дейді. Төменге қара абайлау керек. Мына қара. Мына қара күшті де. Базар жоқ. Осындай жер көріп жатырмық қой. Квадроциклмен келіп. Біздер енді мынандай табиғатта, достар, жылқыға мінейін деп келе жатырмыз. Жылқыға мінбесең күнә шығар, достар. Ұят қой, мынандай погодада, мынандай табиғатпен. Қазір жылқыларды көрдік, бара жатырмыз. Міне өздері де келе жатыр. Абайла. Машина өтеді екен мына жерден. Міне өздері келе жатыр. Осылардан сұрайтын боламыз. Жылқымен мынандай табиғатта шауып, серуендеп жүрсең күшті ғой да. Біздің енді шүкір Аллаға, Алматы жақтарда, облыстарда бар ғой осындай жерлеріміз күшті. Жаңа Қатонқарағай деген сияқты жерлерде ғажап қой, осындай ғой міне. Біз көрмеген жерлер бар ғой. Біз просто шетелге баратынымыз, шетел арзан да. Сол үшін ғой мынандай табиғатта жүретініміз. Біздің де Қазақстанда арзандау қылып қойса кішкене. Қазақтарға арзан, туристерге қымбат қылып қою керек та. Қараңыздаршы, осындай табиғаттарымыз бар ғой, аялап ұстасақ. Қайырлы таң, достар. Бүгін 3-ші күніміз Батуми қаласында. Қараңдаршы, енді күн шығып тұр ғой. Күн кәдімгідей мына зданияның ар жағында жарқырап тұр. Қазір сағат 8-ден 30 минут кетті. Біздер енді бұйырса мына отельді тапсырып Кутаиси қаласына баратын боламыз. Кутаиси қаласында бір күн боламыз да, бүгін ертесі күні уже Ақтауға ұшатын боламыз бұйырса. Қараңыздар, күн шықса осылай болып тұрады екен. Бір түрлі болып тұрды, кеше бұлтқа үйреніп қалғасын. Ал мынау біздің екінші қонақ үйіміз, рум-тур жасайын деп тұрмын. Кеттік көрейік, есігінің өзін қараңыздар. Базар жоқ. Мына қараңдар. Мынау енді бір күнге 57 мың теңгеге алдық. Қымбат, мынау веранда деп аталады. Қараңыздар, мына жерде спальни. Так, телевизор бар. Мыналардың барлығы мрамордан жасалған сияқты. Мына қараңдар. Мрамордан жасалған сияқты. Так, бізде неге қымбат? Себебі бұл жерде екі вид бар Кутаиси қаласына. Қараңыздар. Мынау кішігірім балконы. Мына қараңдар, осындай болады екен. Мынау өзен, Рион деген. Риони дей ма, сондай өзен ағып атқан. Мынау бір кішігірім балконы, қараңыздар. Қандай әдемі. Мына кәм ауылдың вайбы ғой, мынау деген. Жасыл табиғатта бір ауылдар болады ғой. Вот сондай вайб, қараңдар. Күшті де. Так, мынау кішкентай несі. Енді біздер бұлай кіреміз. Вот енді мына жерде бір темір есік бар. Бұл темір есікті ашсаң,
Әрине біз террасадан шығамыз. Қараңдар, мына жерде завтрак ішсең болады дейді. Ертең погода жақсы болса дайындап береміз дейді. Бүгін күн күшті болды. Санузелді көрсетейін. О да сіздерге қызық шығар. Қараңдар, мынау кәдімгідей мрамор ма білмеймін жасап қойған әйтеуір тастан. Мына жерде шкафтарымыз, біздің аяқ киім, анау. Ал мына жерде біздің санузел, душевой. Жақсы ғой, нормаль. Осындай керемет номердеміз. Қайырлы таң, достар, қалай амансыңдар ма? Бүгін біздің соңғы күніміз Кутаиси қаласында, яғни жалпы Грузия еліндегі соңғы күніміз. Бұйырса өзіміздің елімізге ұшатын боламыз. Қараңыздаршы, қандай керемет, сағат 8-дің өзінде мынандай видпен әдемі болып тұр. Мынау деген енді дұрыс обзор көрсетіп жіберейін. Бұл веранда, достар. Короче, бұл 3-4 этажды болып тұрады, астымен есептегенде. Мынау біздің бөлмеден шығатын есік. Кеше көрсеттім ғой жерлерді. Бұл террасаға шығатын есік. Ал бұл жақта главный көшесі. Кәдімгі ауыл ғой. Үйлердің арасында салып қойған, көрдіңіздер ма? Мынандай бір үйлер, мына жақтан машиналар өтеді. Осындай көшеде орналасқан. Міне осылай бір этаж құсап тұрады. Бірақ бұл ішіне кірсең, қазір 2 этажға мен сырттан бір көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, қазір завтрак ішетін боламыз. Толық обзор көрсетейін, достар. Бір целый веранданы арендовать етіп алған сияқтымыз ғой біз деген. Өзің білесің дейді ғой. Қалаған жеріңе отырасың, қалаған жерге барасың дейді. Мысалы, мына жерде де отыруға болады. Мына талдың түбіне отырсаң да болады дейді. Анаған жатасың ба? Мына жерге отырып шай ішесің ба? Не істейсің, өзің біл деп тұр ғой. Осы жерде бір Полина дейма, сондай бір қыз бар. Мына жерде қазір завтрак ішуге болады, немесе жоғарыға жаңа террасаға істеп береміз деп қояды. Мына жерде тағы да бір этаж түсеміз, қараңыздар. Бұл жерде кішігірім саябақ. Көрдіңіздер ма? Ағаштар егіп қойған. Мынандай бірдеңелер өсіп жатыр, көрдіңіздер. Оны лимон ба, не білем ол. Сырт лимонға ұқсайды екен. Міне, походу лимон сияқты, достар. Осылай өсетін бет. Көп екен мына жерде. Гүлдер өсіп жатыр. Мына жерде отырасың ба? Міне. Целый веранда ғой, достар, мынау деген. Үлкен, көрдіңіздер ма? Сосын мына жерде барбекю пісіретін зона бар екен, міне газбен. Мына жерде өзің білесің, анау жасайсың, напиткі жасайсың ба? Мына жерде осы бет, ойбай. Осы склад-ау деймін, достар. Мынаны көрсеткен екен ғой. Короче, мына жерде свет жоқ па? Мына жерде мынандай бөлмесі бар. Мына жерде барлығы бар. Бұл енді бізге қызық емес. Бұл жерде жаңағы вино жасайды, тағы бірдеңелерін жасайды. Анандай банкіге басқан бірдеңелер бар. Әртүрлі заттары бар деген сияқты ғой. Көрдіңіздер ма, осындай үлкен веранда. Мына жерде балаң болса, балаң ойнайды дейді. Осындай үлкен веранданы бір күнге 57 мыңға алып едік. Бірақ енді осының барлығы қалды ғой, жасалмай. Ештеңе жасалған жоқ. Мына жерде қазір завтрак жасап жатыр. Мына жерден кіріп кетуге болады. Қараңыздар, мына жерден кіріп кетуге болады бұлай. Здравствуйте, доброе утро. Мынау міне кухнядан шығатын есік. Бұл жақта да бір холл бар. Мына жерде де өзің арқайын отырсаң болады. Отыратын орын көп мына жерден, қараңдар. Енді мен мына жағынан шықтым. Мынандай вид. Көрдіңіздер ма, жаңа мына жерде астына банка, вино дедік қой, сол жерден көтеріліп келсең де болады. Мына жерге де отырсаң болады. Тіпті отырғыш көп екен, андай табиғаттың арасында бар ғой, күшті. Мынау біздің жаңа кішігірім балкон. Көрдіңіздер ма? Так, содан кейін мынау іші осындай. Андай ғой. Ескі дизайнмен ғой, достар. И сосын бұлай біз 2-ші этажға көтерілеміз. Міне, осылай. Көрдіңіздер ма?
мынау біздің бөлме. Мына жақта тағы бір бөлме бар. И мына төбесінде бір бөлме бар. Бірақ мына бөлменің виді күшті да, кеше көрсеттім ғой. Ал мына жерден былай бүйтіп көрдіңіздер ғой. Жаңа есіктен шығып кетесің ғой. Ал мынау біздің таңғы асымыз осы жерге дайындап берді. Өте керемет көрініспен біз қазір таңғы асымызды ішіп аэропортқа жолға шығатын боламыз. Қараңыздар, қандай керемет. Мынандай таза ауада завтрак ішкен күшті ғой да. Қалай екен? Клубника мына жерде. Клубника берген. Мынау кәдімгі анандай басқаша жұмыртқа. Мынау да жұмыртқа да. Сосын деген огурцы, помидор. Иә. Мынау не? Блини деді ғой. Блини бірдеңе деді әйтеуір. Сырым деді ма? Мына жерде етпен ештеңе жоқ. Етпен жемейді екен бұл жерде. Міне достар, осымен Грузия еліндегі саяхатымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Осылай лайк басып қолдап атқандарыңызға. Және де Грузия еліне рахмет. Табиғатты кәдімгідей бере салған өздеріңізде көрген шығарсыздар. Өте керемет табиғаты деген сұмдық енді достар. Сіздер де келіңіздер, осындай шетел көру барлықтарыңа бұйырсын достар. Мына жерде шыққан екі видеоны көріңіздер. Және де мына жерде Стамбулдағы видео бар, соны көріңіздер. Ал аман сау болыңдар, келесі видеода кездескенше біздің де жолымыз болсын. Давайте.